Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 124 сабақтың тақырыбы сын есімді қайталау. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабақтың мақсаты: дара және күрделі сын есімдерді ажыратамын. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын, қатені табамын және түзеп жазамын. 14-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ: "Осы саған таңғаламын", дейді көршісіне қарап. "Өзің тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесіне мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не?" Осылай деді де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқан саты түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт. Екі ұшақтың да өзіндік атқаратын қызметі бар. Бірі жолаушы тасса, енді екіншісі құтқару қызметінде пайдаланылады. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой: ештеңеге менсінбеушілікпен қарауға болмайды. Әр нәрсенің өзіндік қызметі, пайдасы бар. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Құрметті оқушылар, ұшақ және тікұшақтан басқа қандай ұшақтың түрлерін білесің? 15-ші жаттығу: өлеңнің қатесін түзеп, көшіріп жаз. "Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын." Сын есімдері тап. Сын есімдер: жасыл, көк. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Гүлді, түбірі гүл, ді жалғау, табыс септігінің жалғауы. Суды, түбірі су, ді табыс септігінің жалғауы. Шығармашылық үзіліс. 16-ші жаттығу: берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімдері тауып жаз. Бұл жерде мынандай сын есімдер кездеседі: көк, әдемі, ірі, қысқа, сарғыш, ақ, лас, таза, ала деген сын есімдер кездеседі екен. 17-ші жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Сын есімді тап, дара күрделі екенін айт. Бұл жұмбақтың жауабы парашют. Бұл жерде сын есім көк ала деген сөз сын есім болады. Ол күрделі сын есім болады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.